Бәрекелді достар, келесі әніміз ұнатамын мен сені әні. Бұл әнді ПМ аккордынан бастап үйренеміз. ПМді негізінде баре аккордымен жаңағыдай қолымызды толық басу арқылы негізінде көптеген жаңадан үйренушілерге бұлай ұстау қиындық тудырады. Себебі қолының бұлай гитараның ұстаған кезімізде күші жетпейді, сосын саусақпенен толық алты шекті бірдей басу қиынға соғады. Және қаттырақ баспасақ, дыбыстар анық естілмейді. Дыбыстардың анық дыбыс шықпайды, яғни мұндай тұнық дыбыс шықпайды. Сол үшін бұл баре аккордтарды ұстаған кезде барынша саусағымыздың қаттырақ басуына жаттығу жасауымыз керек. Ендеше БМ аккордынан үйренеміз. Бұл әннің ритмі, ұнатамын мен сенің әннің ритмі 4-4. Бұл әннің теру қағидасы 8-дікке келеді. Бұны алдыңғы әндерде үйрендіңіздер. Ендеше аккордтарын мен бір рет сіздерге бұл әнді басынан аяғына дейін айтып беремін, сосын арға түсіндіретін боламын. Ұнатамын мен сені дегенменен, көрмегенді өзгеден сенен көрем. Өз обалың өзіңе, өзіңнен көр. Ғайып болсан бір күні, ұнатамын мен сені, арманымда еңселі. Ұнатамын мен сені, ұнатамын мен сені, арманымда еңселі. Өмірімнің өлшемі ұнатамын мен сені. Бұл теріп тарту қағидасымен бір рет орындалды. Енді сіздерге қағыспен айту әдісін көрсетемін. Ұнатамын мен сені дегенменен, көрмегенді өзгеден сенен көрем. Өз обалың өзіңе, өзіңнен көр. Ғайып болсан бір күні, егерде мен ұнатамын мен сені, арманымда еңселі. Өмірімнің өлшемі ұнатамын мен сені, арманымда еңселі. Өмірімнің өлшемі ұнатамын мен сені. Осылай орындалады. Сіздерге бірінші теріп тартқандағы аккордтарын бірінші таныстырып өтейін. БМ аккордынан бастап тартамыз дедік, 8-дік тартыспен. Ұнатамын мен сені дегенменен. Алдыңғы сабақта үйренгендей БМ аккордына өтеміз. Бір куплеттің бірінші жолдарында екі реттен тұрамыз, яғни ұнатамын мен
сені дегенменен деген жерде ИМ'де екі рет тұрамыз. Көрмегенді өзгеден. Бұл аккорд аккорды, яғни ля мажор аккорды. Көрмегенді өзгеден сенен көрем. Яғни аккордынан бұл аккордымыз бари аккордымен ұсталған. Яғни бұның төмен жағындағы БМ болса, содан тура қолымыздың формасын өзгертпей жоғары қарай сәл көтерілсек, бұл фа диез мажор. Ф диез деп айтылады. Ф диез аккорды, фа диез мажор. Көрмегенді өзгеден сенен көрем. Қайтадан БМ-ге қайтып келді. Енді бұл жерде минорный аккорд көретеміз енді. Өз обалың өзіңе. Бұл жерде өз обалың деген кезде АМ-ге келемізде, бұл жерде бір-ақ рет 8-дікте бір рет тұрамыз. Өз обалың өзіңе. Бір рет тұрғаннан кейін сразу Б аккордына қайтып келеміз. Бұл жерде мажорный аккорд, БМ-нің мажор Б аккордына. Өз обалың өзіңе, өзіңнен көр. Қайтадан ғайып болсан бір күні. Ғайып болсан бір күні деген кезде жиға келдік, жида екі рет тұрамыз. Ғайып болсан бір күні, егерде мен. Бұл жерде фа диез минор. Фа диез мажордың ортан саусағымызды алып тастасақ, фа диез минор болады. Ортан саусағымызбен үшінші струнадан басатын болса, мажор болады. Ал ортан саусағымызды алсақ, минор. Фа диез минор. Егерде мен. Осы тұрыстан сразу қайырмадайынды. Ұнатамын деген уақытта ЕМ-ге қарай кетеміз. Ұнатамын мен сені, арманымдай еңселі. Яғни бұл жерде ИМ аккордында қанша рет тұрамыз? 3 рет тұрамыз. Ұнатамын мен сені, арманымдай еңселі. 3 рет тұрамыз да төртіншісінде БМ-ге қайтып келеміз. Мен сен дегенімізде. Өмірімнің өлшемі. Қайтадан өмірімнің өлшемі ИМ. Өмірімнің өлшемі. Фа диез мажор. Ұнатамын мен сені. Теріп тартыспен қысқашалай осындай. Енді біз осы БМ-нің бари аккордмен дыбысы жоғары жақтан да біз ұстауымызға болады да. БМ. Бұл да БМ. Яғни гитараның 7-ші латынан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Саусағымызбен толып басамыз. Сосын 4 пенен 5-ші шекті саусағымызбен басамыз. Осыдан бастап айтылады. Оң қол қағыстарына келсек, бас бармақпен төмен, саусақпен жоғары, үсті 2 рет. Яғни 4 кетті. 1, 2, 3, 4. Сосын дыбыс өшіру, қайттан саусақпен жоғары бір, төмен, қайта жоғары. Ақырындатып көрсетемін. Тездетіп тартатын болсақ, бұны жаттыққан кезде қолдарыңызбенен гитараның мына жағын толық қатты баспай, просто дыбыс шықпайтындай етіп ұстап тұрып, сосын оң қолымызды жаттықтырамыз. Осылай жаттыққан кезде біз ритмді сезіне бастаймыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5-те уже 1, 2, 3, 4 тартылады да 5-шісінде дыбысты өшіреміз. Яғни дыбыс өшіру бұл
әдісін алдында түсіндіріп үйреттім. Саусақпен төмен қарай дыбысты шертеміз де, сонымен іле шала бас бармағымыздың жанымен дыбысты басамыз, өшіреміз. Енді аккордтарына келсек, бұл жақта мына жерден ұнатам мен сені дегенменен дегенде ИМ-ге кетіп еді. Енді ИМ-ді бұл жақта жетінші шектің тура соның астыңғы жағынан ұстауға болады. Ұнатамын мен сені дегенменен. Яғни бұл ИМ. Схемадан көріп арқылы үйреніп аласыздар. Көрмегенді деген кезде ля мажорға өткенбіз. Ол ля мажорды біз 5-ші латтан ұстауымызға болады. Көрмегенді өзгеден сенен көрем. Енді бұл жердегі фа диез мажорды 9-ші латтан ұстаймыз. 9-ші латтан да ұстауға болады и 7-ші латтан, 6-ші латтан да ұстауға болады. 6, сосын бұл фа диез мажор. Мына жерде 2-ші латтан ұсталып тұрса, біз 6-ші латтан ұстаймыз. Көрмегенді өзгеден сенен көрем. Енді М-ге кетеміз, ля минорға кетеміз ғой. Ол ля минорды 5-ші латтан ұстаймыз. Яғни мына жерде өз обалың деген кезде өз обалың, өз обалың өзіңе, өз обалың өзіңе. Бұл жерде бір-ақ рет тұрамыз деген. Өз обалың өзіңе. Қайттан неге келдік? Б мажорына. Б аккордына. Өз обалың өзіңе, өзіңнен көр. ИМ мынау. Ғайып болсам дегенде жиға өткенбіз. Ғайып болсам теріп тартқан кезде былай ұстаймыз. Бари аккордымен былай ұстаймыз. Яғни 3-ші латтан. Ғайып болсам бір күні егерде мен деген кезде фа диез минор. Фа диез минорды мына жақтан ұстасаңыздар да болады. Ғайып болсам бір күні егерде мен. Яғни 9-ші латтан ұстауға да болады. Фа диез минордың 9-ші латтағы орны мына жерде. Ұнатамын мен сені, ем арманымда еңселі, өмірімнің өлшемі. Ұнатамын мен сені.